Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, өте тойымды самсаның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді және жылдам дайындалатын болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар және каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қойуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең әуелі айранымызды жылтып қоямыз, алдын ала шығартып, ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне ашытқы саламыз және бір жұмыртқаны бөліп саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді татымына қарай тұзымызды саламыз. Содан соң 2 ас қасықтың көмегімен қантымызды саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды керегінше сала отырып, осылай қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қолға жабыспайтын, не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа қамыр болуы қажет. Қамырымызды осылай жақсылап илеп алатын боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Енді самсаның начинкасын дайындаймыз. Ол үшін етімізді осылай ұсақтап турап аламыз. Тауықтың еті де жарай береді. Енді үстіне пиязымызды саламыз және осындай болгар бұрышын салдым. Бір данасын ұсақтап турап салып алатын боламыз. Енді татымына қарай тұзымызды және қара бұрышты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінеки біздің начинкамыз дайын. Енді бағанағы дайын болған қамырымызды алып, осылай ұнға аунатып алып, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып жатқан жағдайда осылай ұнды себе отырып, оқтаудың көмегімен бір тегіс қылып, жұқалау қылып жайып алатын боламыз. Енді жұқа болған қамырларымызды осындай пиламен немесе кез келген ыдыстың көмегімен осылай домалақ қылып, барлығын кесіп алатын боламыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Енді самсамызды түйетін боламыз. Ол үшін осылай домалақтың ішіне алдымен начинкамызды саламыз. Сосын дәл видеодағыдай шет-шетін басып шығамыз. Содан кейін барып осылай видеодағыдай жайлап өріп шығатын боламыз. Жабыспай жатқан жағдайда осылай кішкене ұнды сеуіп жіберіңіздер, ештеңе етпейді. Дәл осылай барлығын түйіп шығатын боламыз. Мінеки осындай бізде самсамыз дайын болады. Тағы да қайталап көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Домалақ қамырдың ортасына начинканы салып, үстіне екінші қамырымызды қосып, жақсылап шет-шетін басып шығамыз. Содан кейін ғана барып, шет-шетін жақсылап өріп шығатын боламыз. Жабысып жатқан жағдайда кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер, біздің қамырымыз жақсы өрілетін болады, немесе жақсы түйілетін болады. Мінеки дәл осылай дайындап алдық. Енді противин ыдысымызға салып аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүтті қосып, барлығының бетіне жағып шығатын боламыз. Енді бетіне күнжіт немесе әсемдік беру үшін мак сепсеңіздер болады. Осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Бетіне күнжіт немесе мак сеуіп қызып тұрған пеште 180 градуста қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Мінеки достар, біздің самсамыз дайын болды. Өте жылдам жасалады. Ешқандай күтудің, ешқандай ораудың қажеті жоқ. Жай ғана қамырымызды жайып, арасына начинкамызды салып, түйе саламыз. Осымен біздің самсамыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және қазақша контентті қолдап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып өтсеңіздер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.